Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен өз каналымда жаңа бір айдар ашайын деп отырмын, мемлекеттік қызметкерлерге байланысты. Өкінішке қарай бізде Қазақстанда мемлекеттік тілді білмей, мемлекеттік қызметкер болуға болады, тіпті министр болуға болады. Мысалға, Юрий Ильин деген төтенше жағдай министрі бар. Персональный справкасына кірсеңіздер интернет арқылы. Мемлекет қызметкердің қанша тіл меңгергені туралы ақпарат аласыздар. Мысалға, Юрий Ильин тек қана орыс тілін біледі деген анықтама тұр. Енді менде Қазақстан Республикасының азаматы ретінде бір сұрақ туындайды. Юрий Ильин сияқты министр қалай жиналыс өткізеді, қалай қазақ тілді қоғаммен сөйлеседі екен, тілді білмесе. Мемлекеттік тілді меңгерген адам ғана министр болу керек деп ойлаймын, себебі сол министрге лайық қазақ тілін, мемлекеттік тілді білетін азаматтар жеткілікті деп ойлаймын.